Мынау омыра дейміз, қажылық дейміз, үлкен қажылық бар, кіші қажылық бар. Қазір шыны керек, елдің бәрін қайда жүретіндерін біліп отыратын болды қазір. Қолдарының телефон, сол Харам мешітте де Кағбаның жанында тұрып, өздерін селфи түсіріп жіберіп жатыр қайда-қайда. Міне Харам мешітте айналып жүрмін, міне Сафа Марвада жүрмін, міне Арафатта тұрмын, қарасындаршы деп, мына жақтан адамдар оны қарап. Бірақ бауырлар, ол өте сақ болатын мәселе екенде, ол құлшылық қылатын орнында құлшылықпен айналысу керек. Телефон уақытында телефон айналысу керек. Кітапта мынандай мәселе келіпті, екі адамның мысалын келтіреді. Біреуі сондай қажылыққа бара алмаған адам қалып қойды, себептер бар. Екіншісі кеткен адам дейді. Қағбада бүткіл денесімен асылып тұр дейді. Екеуінің деңгейін екі түрлі қылып берген сол кітапта. Бара алмай қалған адамның сауабы анадан көп болып жатыр дейді, мына жақта жүрсе де. Не үшін десе, ана адам барып алып Қағбада асылып тұрса да, ойы мына жақта. Бизнесін ойлап жатыр. Басқа мәселе ой ол жақта. Денесі бірақ жақта Қағбада асылып тұр осылайынан. Сыртқы көрінісін қарасаңыз, машалла, қызғас, керемет, мынау Қағбаның денесімен осылай доғап тұрған адам екен ғой деп. Ал бара алмай қалған кісі дейді, мына жақта саудада тұр дейді. Алып жатыр, сатып жатыр бірдеңемен, сыртқы көрінісін не істеп жатыр деп сұрасаңыз, саудамен айналысып жатыр ғой деп айтасың дейді. Бірақ жүрек ар жақта. Жүрек сол Қағбада жүр, сол жерлестерімен бірге жүр. Сол адам дейді, мына жақта сауда істеп тұрса да, былай-былай. Оның сауабы ана кімнен де жоғары болып кетеді деп келеді кітапта. Неге? Екеуінің ниеттері әртүрлі болғандықтан. Анау Алланы былай еске алып жатыр. Анау еске алмастан денесімен ғана жаңағыдай әдетке айналдырған бір амал жасап тұрған адамдар секілді дейді. Сол үшін бауыр, Алланы еске алуымыз керек екен. Құр тілімізбен емес, барын тек қана оны бәлкім жүрегімізбен де еске алу керек екен.